Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы, екі бірдей 140 балл иегерін оқытқан ұстаз боламын. Бізде қаңтар ұбт басталды. Көптеген оқушылар жазып курс туралы сұрап жатыр. Сіздерге де өзімнің авторлық курсымды ұсынамын. Және нұсқа талдау курсы бар. Қаңтар, наурыз және нағыз ұбт нұсқаларын талдайтын боламыз. Әрбір тест нұсқаларымен қалай жұмыс жасау керек, тестологияның қандай құпиялары бар, сол туралы айтатын боламын. Так, сонымен тестімізді бастайық. Ежелгі Қосөзен мемлекетінің қазіргі аумағында орналасқан ел. Жалпы Қосөзен деген Тигр мен Эфрат деген екі өзеннің аралығын атайды. Грек географтар осы атауды берген. Бұл бізде қазіргі Ирак территориясының аумағын қамтиды. Ал Тәжікстан мен Ауғанстан аумағында Бактрия деген мемлекет өмір сүрген, ал Өзбекстанда Кушан патшалығы өмір сүрген. Бұлар әрине жауап нұсқаларына алынған ескі бағдарламаның ақпараттары болады. Сонымен дұрыс жауап Ирак. Және осыған байланысты керемет бір сұрақ келеді сіздерге. Бұл Тигр өзенінің бойына салынған қаланы сұрайды, ол Бағдат болады. Осы Ирактың астанасы Бағдат пактісі жасалған жер деп те жаттап алсаңыздар болады. Келесі сұрақ. Яғни Тигр, мынау Месопотамия деген жер Қосөзен. Бұл оңтүстігінде шумерліктер, солтүстігінде аккадтықтар тұратын 4-ші мыңжылдықта өркениет пайда болған жер болады. Келесі сұрақ. 100 жылдық соғыстың соңғы шайқасы өткен жер. Жалпы 100 жылдық соғыс 1337 жылдан 1453 жылдар аралығында Англия мен Францияның арасындағы жер үшін таластан пайда болды. Бұл жерде Аквитания, Фландрия аймағы, Нормандия аймағы үшін, Анжу графтығы үшін күрестер болды. Енді бұның соңғы шайқасы бізде Бардо шайқасы деп аталады. 1453 жылы болған шайқас, бұл Бардо шайқасы. Жалпы 1346 жылы Креси шайқасы болған, 1347 жылы Кале шайқасы болған, 1415 жылы мына Азинкур шайқасы болған, және 1428-29 жылдары Орлеан шайқасы болған. Бұл шайқастардың басым көпшілігінде француздар жеңіліп қалған. Бірақ Орлеан қаласын 1430 жылы 29 жылы Жанна д'Арк азат етіп, 30 жылы тұтқынға түсіп, 31 жылы ағылшын шіркеуінің сотымен өртелген. Орлеан қызы деп аталады Жанна д'Арк. Ал Пуате дегеніміз ол 1356 жылғы шайқас. Бұл шайқас, яғни француздардың жеңілісімен аяқталған. Ал Бардо шайқасында 1453 жылы француздар жеңіске жеткен және соғыс осымен аяқталған. Ал 1453 жылы дәл осы уақытта Константинопольді екінші Мехмет жаулап алған болатын. Яғни Византия империясы құлады, Осман империясы пайда болды. Дұрыс жауап Бардо шайқасы болады. Айтпақшы, бізде Бардо дегеніміз бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Францияның астанасы болған жер. Ұмытпаңыздар, бірінші дүниежүзілік соғыста Франция астанасы Парижден Бардоға ауыстырылған. Араб тайпаларының бірігуіне ықпал еткен дін, әрине ол ислам діні болады. 570-632 жылдар Мұхаммед пайғамбар өмір сүрген болатын. 630 жылы арабтардың көп бөлігі ислам дінін қабылдап, олар бірікті. Зарастризм дегеніміз Иранда қалыптасқан дін болады. Анграман және Ахурамазда деген құдайлар бар. Ахурамазда жақсылық құдайы, Анграман, яғни Анхраманю, ол жамандық құдай болып есептеледі. Ал христиан дегеніміз әрине ол біздің заманымыздың бірінші жылы Иисус Христостың дүниеге келуімен пайда болып отыр. Ал тәңіршілдік дегеніміз ол түркі мемлекеттерінің арасында таралған дін болады. Дұрыс жауабы ислам. Келесі 1500 жылы Бразилияны ашқан португалиялық саяхатшы. Әрине оның жауабы бізде Педро Кабрал және Винсент Пинсон болады. Ал Америко Веспуччи осы Бразилия жағалауларын зерттеген тұлғалардың бірі. 1499, 1501, 1503 жылдар аралығында саяхат жасаған Америко Веспуччи, және соңғы саяхатында Христофор Колумб ашқан жердің жаңа жер екенін айтқан. Васко да Гама 1498 жылы Үндістанға жеткен, Үндістанды ашқан. Ал Фернан Магеллан 1519-1522 жылдары әлемді айналып шыққан. Дұрыс жауап португал саяхатшысы Педро Кабрал болады. Келесі. Англияда индустриялық қоғамға тән белгілердің бірі. Таптық
айырмашылықтың жойылуы, керісінше қоғамдық құрылымда таптық қоғам пайда болды. Табиғи жағдайлардан тәуелділіктен құтылу, керісінше фабрикалық жүйе дамыды, өндірістік шаруашылық пайда болды. Қалдықсыз жасыл технология көшу бұл пост-индустриал қоғамға тән. Сол себепті дұрыс жауап бұл нарықтық экономиканың қалыптасуы болады. Және шаруашылықтың белсенді түрлерінің пайда болуы дегенде дұрыс жауап болар еді бұл жерде болса. Келесі 19 ғасырдағы ақш-тағы азамат соғысының басталуына түрткі болған жағдайлардың бірі. Бұл әрине бізде жалдамалы еңбек пен құлдық жүйедегі қарама-қайшылық. Яғни ақш-тың оңтүстік бөлігінде құлдық жүйе, плантаторлық шаруашылық жақсы дамыған, солтүстігінде фермерлік капиталистік шаруашылық дамыды. Өнеркәсіп төңкерісінің аяқталуы деген қате жауап болады. Абсолюттік монархияның орнауы дегеніміз бұл ақш тарихында болмаған, тіпті оған заңнамалық тұрғыда 1823 жылы тыйым салып тастаған болатын. Әлеуметтік саясаттың қарқынды жүргізілуі дегенде қате жауап болады. Дұрыс жауап жалдамалы еңбек пен құлдық жүйедегі қарама-қайшылық. Бұл азамат соғысына алып келді 1861-65 жылдар. Келесі 1865 жылы құрылған жаңа Османдар ұйымының жетекшісі. Әрине ол Намык Кемаль болады, либералдар құрған ұйым, және олар 1876 жылы Абдул-Азизді биліктен тайдырған болатын. Орның орнына екінші Абдулхамидті билікке алып келді. Ал Абдул-Меджид болатын болса, 1839-61 жылдар билікте болған, 1856 жылы манифест жариялаған болатын. Барлық адамдардың заң алдында тең екендігін жариялады. Діни білімнен зайырлы білімге ауыса бастады. Христиандарды мемлекеттік қызметке алды. Абдул-Меджид манифесті. Решид Паша дегеніміз 1839 жылы Гүлхане Хатте Шериф, қасиетті жарлық деп аталатын жаңағы сұлтанның, Абдул-Меджид сұлтанның мынау жарлығын халыққа таныстырған Решид Паша болады. Осы Мұстафа Решид Паша Танзимат реформаларының бастамашысы болып есептеледі. Дұрыс жауап Намык Кемаль. Айтпақшы, Намык Кемаль Түркиядағы ағартушылық қозғалыстың өкілі болады. Келесі 1870 жылы Метс қамалында француз әскері қоршауға қалып, нәтижесінде әрине Пруссия әскері жеңіске жетті. Және Седан шайқасы бар, 1870 жылы 2 қыркүйекте болған. Ол жерде де, яғни француз әскері жеңілген болатын, яғни пруссиялықтар жеңіске жетті. Соның нәтижесінде 1871 жылы қаңтарда Версаль сарайында Герман империясы жарияланды. Так, Австрия соғысқа араласты деген қате жауап болады, мүлдем дұрыс емес. Так, Германия көмекке келді деген қате жауап, француз әскері қамалда алды дегенде қате жауап болады. Метс, Шпейер, Реймс айтпақшы 451 жылы ғұндар шабуыл жасаған қалалардың бірі болады. Осында ұмытпаймыз. Так, келесі сұрақ. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қолданылған әскери техниканың жаңа түрі. Әрине оның жауабы бізде сүңгуір қайық болады. Сүңгуір қайық, газ тұмылдырық, танкі, химиялық қару ең алғаш қолданылған қару түрлеріне жатады. Так, атом қаруы 1945 жылы 6 тамызда Хиросимаға, 9 тамызда Нагасакиге қарсы қолданылды. Бұл мәшинесі болатын болса, ол 1769 жылы Джеймс Уатт патент алған. Бұл бізде бұл мәшинесі болатын болса, ал бұл кемесі 1807 жылы Роберт Фултон тұңғыш дөңгелекті кемені жасаған. Ал білтелі мылтық дегеніміз бұл 18 ғасырға дейін қалыптасқан. Сол білтелі мылтықтың пайда болуымен рыцарлардың ықпалы төмендеген болатын. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. Айтпақшы, сүңгуір қайық қолданылған шайқас бар. 1915 жылы немістер сүңгуір қайықтарды қолдана бастайды. Ал оларға қарсы ағылшындар үлкен жаңағы дайындықты әзірлеген болатын. Ол да ұбт сұрағында кездеседі. Келесі 1917 жылы Корнилов көтерілісі басылғаннан кейін Ресейді республика деп жариялаған, әрине ол уақытша үкімет болады. Патша билігі 17 жылы ақпан айында құлаған, бұл монархиялық Романовтар әулеті. Пролетариат диктатурасы ол 1903 жылы Брюссель мен Лондонда өткізілген Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының екінші съезінде қабылданған бағдарлама болады. Бағдарламасымен жарғысы қабылданған, сол пролетариат диктатурасын орнатуды көздеді. Жұмысшы солдат депутаттарының кеңестері бұл қос үкіметтің бір жақ бөлігі болады. Уақытша үкіметті
құлатып, кейін кеңестер билікке келген болатын. Осыны ұмытпаймыз. Так, келесі сұрақ. 1923 жылы Токио түгелдей қирап, 150 мың, жерде 150 мың болу керек. Адам қаза тапқан оқиға. Бұның жауабы әрине бізде жер сілкінісі болады. Үлкен жер сілкінісі болады. Түркия Республикасы құрылып жатқан кезде, Испанияда Мигель Примадевера әскери диктатура орнатқан кезде осындай жер сілкінісі болған екен. Ал күріш бүлігі 1918 жылы тамыз қыркүйек айларында болған. Күріш бағасының өсуі қымбаттауына байланысты. Әуе шабуылы дегеніміз 1945 жылы Хиросима мен Нагасакиге қатты бағытталған болатын. Ал атомдық әуе шабуылы, ал теңіз дауылы дегеніміз енді қате жауап болады. Жалпы Жапон тарихында теңіз дауылынан моңғолдар зардап шеккен болатын. Яғни моңғолдар Жапонияны сол үшін ала алмады. Келесі сұрақ. 1935 жылы Францияда іс-әрекетіне тыйым салынған ұйым. Әрине ол мына радикалдық социалистік коммунистік партиялар жабылып жүріп жойған, ол фашистік лигалар болады. Әскерилендірілген ұйымдар фашизмге тыйым салды. Бұл халықтық майдан үкіметінің 36 жылы билікке келуіне, Леон Блюм бастаған үкіметтің құрылуына әсер еткен болатын. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 20 ғасырдың 30 жылдары кеңес мемлекетінде жұмдастыру саясатының салдары, енді бұны Қазақстан тарихынан да білесіздер, жаппай ашаршылық. Бұлар кулактарды жойды, яғни кулактар деген аса бай топ. Халық саны керісінше кеміді, ауылды қарқынды дамыту үшін жүргізілген болатын, бірақ өкінішке орай ашаршылыққа алып келді. Осыны ұмытпаймыз. 2,1 миллион адам дейміз Қазақстан тарих пәні бойынша. 4 миллион украин қырылған мысалы. Германия Веймар конституциясын қабылдағаннан кейін алғаш рет қол жеткізілген саяси жүйе. 1919 жылы Веймар конституциясы қабылдаған болатын. Соның арқасында 19 жылдан 33 жылға дейін парламенттік демократия өмір сүрді. Және бұл сұрағында кездеседі. 1933-34 жылдары фашистік диктатура орнауымен парламенттік демократия жойылды. Яғни тоталитарлық диктатура ол 1933 жылы фашистердің келуімен орын алды. Абсолютті монархия бұларда 1871 жылдан бастап, конституциялық монархия 1871 жылдан бастап 1918 жылғы Гогенцоллерн әулеті кезінде болды. Абсолюттік монархия ол орта ғасырларда болған. 1937 жылы антикоминтерн пактісіне қосылған мемлекет, әрине ол Италия болады. Өйткені антикоминтерндік пактіні Германия мен Жапония 1936 жылы жасаған болатын. Ал мынау Испания, Манчжоу, Венгрия 39 жылы қосылған, 41 жылы Болгария, Румыния, Финляндия қосылған, және Дания, Словакия, Хорватия мемлекеттері қосылған антикоминтерндік пактіге. Келесі сұрақ. 1942 жыл маусымда агрессияға қарсы соғыста өзара көмек көрсетуге қолданылатын қағидалар туралы Кеңес Американ келісімі қол қойылған жер әрине Вашингтон болады. Бірақ тарихта бізде Мәскеу конференциясы деген бар, 1943 жылы жасалған Италия туралы декларация қабылданған болатын, және үлкен үштіктің алғашқы кездесуін дайындаған конференция осы Мәскеу болады. Олар бірақ Тегеранда кездесті. Париж деген конференциялар көп бізде тарихта, мысалы соның біреуі 1919 жылы ашылған бірінші дүниежүзілік соғыста айқындаған келісімшарт, ал Лондон мысалы 1913 жылы бірінші Балқан соғысын аяқтаған келісім шарт болады. Лондон деген көп негізі. Келесі сұрақ. Трумен доктринасының мақсаты. 1947 жылы Гарри Трумен антикоммунистік үлкен доктрина қабылдайды. Бұның мақсаты коммунизмге қарсы күресетін мемлекеттерге қолдау көрсету. Әсіресе Грекия мен Түркия мемлекеті алғаш рет көмек алған болатын. Мемлекеттер арасында қарама-қайшылық тоқтату қате жауап, бұл бізде біріккен ұлттар ұйымы. Так, капитализмге қарсы күресетін мемлекеттерге қолдау көрсету деген қате, өйткені батыс әлемі капиталистік жүйе болды. Осы Гарри Труман 45-53 жылдары ақш президенті болған, сол капитализмді қорғады. Социалистік елдердің өзара ынтымақтастығын арттыру, бұл бізде Варшава шарт ұйымы, және өзара жаңағы экономикалық кеңес деген бар, соның мақсаты болады. Дұрыс жауабы коммунизмге қарсы күресетін мемлекеттерге қолдау көрсету. 1950 жылдан бері ядролық державалар КСРО, ақш, Ұлыбритания елдері арасында келіссөз жүргізілу себебі, бұның жауабы бізде ядролық сынақтарға тыйым салу. Жалпы бізде 1963 жылы Мәскеу келісімшарт жасалған. Жалпы осы КСРО, ақш, Ұлыбритания үштігі атмосферада, суда, ғарышта
ядролық қаруды сынауға тыйым салды. Тек жердің астында ғана сыналуға рұқсат берілді. Так, жанталаса қарулану жарысын дамыту деген бұл 1981 жылы ақш-та болды. Мынау стратегиялық қорғаныс бағдарламасы болды 83 жылы. Міне сол кезде қатты жарыс болып кеткен 60 жылдарда болды негізі. Суық қарулар өндіруді дамыту дегенде қате жауап, ядролық сынақтарды күшейту дегенде қате жауап болады. Жалпы бізде ядролық монополия ол 45-тен 49-ға дейін ақш болған. Одан кейін 49 жылы 29 тамызда КСРО алғашқы жарылысты Семейде жасағаннан кейін екі ядролық держава пайда болды, иә. Одан бөлек 46 жылы Ұлыбритания атом қаруын жасауға шешім қабылдады. Келесі сұрақ. 1945 жылы Ұлыбританияда лейбористер жариялаған әлеуметтік саланы реформалаудың ауқымды бағдарламасы, әрине ол болашаққа бет бұру деп аталады. 1945-51 жылдар аралығында бізде лейбористер үкіметін Клемент Этли басқарған болатын. Ол Ұлыбританияның ұлы социалистік достастығын құру жөнінде осындай шешім қабылдады. Және де 1946 жылы атом қаруын шығару туралы шешім қабылдады. Және оның үкіметі 46 жылы қырғи қабақ соғыстың бастамашысы болды. Және де 48 жылы жаңағы Брюссель пактісіне қосылған болатын, батыс одағын құру жөніндегі. Так, жаңа бағыт 1933-41 Рузвельт. Қайырымды мемлекет деген, енді бұл бізде идея бар осындай. Қайырымды мемлекет, мысалы, Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары бар. Томас Мордың жаңағы мемлекетті жақсы ұйымдастыру утопия туралы алтын кітабы бар. Күн қаласы деген Томаза компанияланкі бар. Және ізгі көрші дегенде бар бізде, немесе тату көрші дейді, Рузвельттің кезінде 33 жыл болған. Жаңа тәртіп дегеніміз бұл Германия, Италия, Жапонияның екінші дүниежүзілік соғыста орнатпақ болған әлемді бөліске салу үшін жүргізген саясаты жаңа тәртіп деп аталады. Келесі сұрақ. Михаил Сергеевич Горбачев басшылығымен КСРО-ның әскери саладағы жаңа саяси ойлау тұжырымдамасы, әрине оның жауабы бізде ядролық державалардың соғыстан бас тарту болады. Так, енді халықтардың егеменді құқықтарына құрметпен қарау саяси сала, ғылым, білім, өнер саласындағы ынтымақтастықты нығайту, геноцид, бұлар гуманитарлық саладағы оның саяси ойлау тұжырымдамасы болады. Бұл 4 бағыттан тұрады, сол 4-еуін жатқа білулеріңіз қажет. Келесі сұрақ. Шетелдік отаршыларға қарсы жабайы саясатын ұстанған шығыс елдері. Бұл әрине бізде Корея мен Жапония болады. Кореяның жабайы саясатын 1876 жылы Жапония ашқан, ал Жапонияның жабайы саясатын 1854 жылы ақш ашқан болатын. Канагава келісімшарты Симодо мен Хакодате порттарын ашқан. Және бұл жерде Вьетнамда жабайы саясатын ұстанған. 1884-85 жылдарда Қытай-Француз соғысы кезінде Франция ашып тастаған болатын. Және де бізде Қытай бар. 1842 жылы Нанкин келісімшарты бойынша Қытайдың жабайы саясаты ашылды. Так, Жапонияның жабайы саясатын бастаған Токугава әулеті келеді сіздерге ұбт сұрағына, онда білулеріңіз қажет. Келесі сұрақ. Францияда қабылданған адам және азамат құқықтарының декларациясы жарияланған демократиялық бағыттың бірі. 1789 жылы 26 тамызда сондай бір революциялық құжат қабылданды. Бұл заң алдындағы барлығының тең болу қағидатын жариялаған болатын. Бұл ұбт сұрақтарында кездеседі. Дворяндық артықшылықтар керісінше 1790-91 жылдары жойып тастаған болатын. Абсолютті билікті керісінше қолдаған жоқ, биліктің шектелген түрін қолдады, ағартушылық идеяларды кеңінен насихаттаған болатын. Келесі сұрақ. Ресей император 1 Николайдың Осман империясының құрамындағы православиялық халықтарға байланысты сұлтанға қойған талабы. Әрине оның жауабы бізде православиялық шіркеу мен Ресей ықпалын мойындау. Тіпті 1853 жылы Стамбулға елшілік жіберген болатын. Өйткені ол кезде қасиетті жерлер үшін күрес болып жатты. Мысалы, француздар католиктердің мәртебесін қолдады, ал православтардың мәртебесін Ресей қолдаған болатын. Соның арқасында 1853-56 жылдардағы Қырым соғысы басталып кеткен. Так, барлық шіркеулерді мемлекет тарапы қате болады. Православиялық халықтарды Ресей жеріне қоныстандыру деген бұл керісінше ойдан құрастырылған. Так, католиктер мен православиялық шіркеудің қатынасын жақсарту емес. Бұл керісінше болады. Келесі сұрақ.
Так 19 ғасырдың екінші жартысында еуропалық державалар мен олардың ықпал ету аймақтарына бөліп алған Қытай жерлерін анықтаңыз. Я Қытайда ықпалы артты, иә. Так, Францияның ықпалы оңтүстік Қытайда артады. Так, бір А болады. Ондай жауап біреу ғана екен. Ресей ол бізде Манчжурияда, дұрыс. Германия Шаньдун түбегі Циндао қаласы. Так, дұрыс болады. Келесі сұрақ. 19 ғасырдың бірінші жартысында Ресейде орын алған декабристер көтерілісі қарсы бағытталды. Иә, 1825 жылы жалпы 14 желтоқсанда декабристер көтерілісі орын алды. Бұл көтеріліс басыбайлық құқықты жоюға және самодержавияға қарсы болған еді. Қоныстандыру саясаты ол 1861 жылы шаруалардың басыбайлығы жойылғаннан кейін басталған. Так, шетел капиталының енуі деген қате жауап, керісінше бұлар капитализмді қолдаған болатын. Капиталдық қатынастардың дамуына қарсы шыққан жоқ. Ресейді республика жасағысы келген, мысалы Пестельдің Русская правда жобасын білесіздер, оңтүстік одақ шығарған, иә. Келесі сұрақ. Басыбайлық құқық 1861 жылы екінші Александрдың кезінде жойылды, иә. Так, келесі сұрақ. Контекст. Картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, солтүстік Африкада финикиялықтар негізін қалаған ірі мемлекетті анықтаңыз. Әрине, ол Карфаген болады. Рим империясы ол біздің заманымыздан бұрынғы 753 жылы патшалық ретінде құрылған болатын бірінші. Ал империя ол біздің заманымыздан бұрынғы 27 жылы Октавиан Августтың кезінен басталады. Сирия ол Кіші Азияда орналасқан, Грекия Балқан түбегінде орналасқан. Бұлардың ешқайсысы жатпайды. Рим Апеннин түбегі, Сирия ол бізде Кіші Азияның шығыс бөлігі, яғни таяу шығыс, ал Грекия Балқан түбегі. Келесі сұрақ. Так, картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, ежелгі Италия мемлекетінің орналасқан аумағын анықтаңыз. Әрине, ол Апеннин түбегі болады, иә. Пиреней түбегінде Португалия мен Испания орналасқан, ол мына біреу түбек, міне. Бұл жерде Вестгот корольдігі болған. Так, Жерорта теңізінің оң жағалауы қате, орталық Еуропа дегенде қате жауап болады. Келесі, картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырдың ортасына қарай қалыптасқан жағдайды анықтау керек Рим империясында. Так, Жерорта теңізіндегі жағалаудағы үстемдігінен айырылды дейді, қате. Рим империясы екіге бөлінді, ол 395 жыл болады. Еуропаға толықтай билік орнатты деген қате жауап болады. Так, Жерорта теңізі жағалауына толықтай бақылау орнатқан тарихтағы жалғыз мемлекет болды деген болады, иә. Осы өйткені жаңағы біздің заманымыздан бұрынғы 264, 241, 218, 201, 149, 146 жылдардағы пуни соғыстардың нәтижесінде Карфаген жаулап алғаннан кейін Жерорта теңізіне толық бақылау орнатты. Бірінші соғыста олар Сицилияны жаулап алды. Екінші пуни соғысында бұлар батыс Жерорта теңізіне ықпалын орнатты. Ал үшінші пуни соғысында Карфагенді толық қиратқан болатын, иә, осыны ұмытпаймыз. Келесі. Картаны тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Апеннин түбегіне басып кірген галдар жорығының бағытын анықтаңыз. Міне Галия деген аймақтың аты, тайпаның аты галдар деген. Бұлар Апеннин түбегінің солтүстік арқылы енді деген болады. Өйткені Сицилия аралы бұл оңтүстігінде орналасқан, солтүстік Африкада оңтүстігінде Апеннин түбегінің оңтүстіктен солтүстік бағыт арқылы дегенде қате жауап болады. Келесі сұрақ. Так, сәйкестендіру берілген. Сицилия. Так, бұл арал, бір А болады. Онда бізде екі жауап бар. Галдар 2С болады. 2С, 1А, 2С міні. Карфаген әрине ол солтүстік Африкадағы мемлекет. 3В болады. Осыны ұмытпаймыз. Так, келесі. Реформация өкілдерінің ұстанымдарымен сәйкестендіріңіз. Так, Мартин Лютер, ол кісі не істеді? Бұл әлеуметтік жалпы жоқ, шіркеудің әлеуметтік саяси құрылымына өзгерістер енгізуді талап еткен адам Мартин Лютер болады. Ал Томас Мюнсер не істеді? Ол әлеуметтік экономикадағы теңсіздік болмайтын қоғамдық құрылысты уағыздады. Қалғанын алып тастайық. Қоғамдағы әлеуметтік экономикалық өзгерістер Құдайдың еркімен болатынына сенімді болды дейді. Ол діндарлардікі, реформация өкілдерінің түсінігі емес. Жоғарғы тап пен дін өкілдеріне сөзсіз бағынуды үгіттеген екеуі де емес. Сондықтан дұрыс жауап осы болады. Ұмытпаңыздар. Мартин Лютер 1517 жылы 95 тезисін жариялаған, реформацияны бастаған, ал 1524-25 жылдар анабаптистер қозғалысын басқарған мына Томас Мюнсер болады, жетекшілік етті.
Келесі 17 ғасырдағы Англияның саяси тарихындағы тұлғалар мен олардың жүзеге асырған іс-әрекеттерін сәйкестендіріңіз. Вильгельм Аранский даңқты революцияны жүзеге асырды, иә. Осы қалампыр революциясы, барқыт революциясы, осы даңқты революцияның ұқсастығы бар. Барлығында қан төгіссіз болған еді. Бұл 1689 жыл. Кромвель болатын болса не істеді? Кіші Бурбондық парламентті тағайындады. Құқықтар туралы петиция қабылдады деген парламент болады. Демократиялық заңдарды әзірледі дегенде бұл да бізде парламент өкілдері болады. Сондықтан дұрыс жауап осы екеуі сәйкестендіруге келеді. Келесі сұрақ. Томсон мен Эйнштейн берілген. Эйнштейн ол не істеді? Салыстырмалық теорияның негізін қалады 1905 жылы. Эйнштейн мына жаққа белгілеп қойыппыз ғой. Томсон не істеді? Алғашқы қарапайым бөлшек электронды ашты. Нейтронды ашқан Чедвик болады, позитронды ашқан Андерсон болады. Оларды да білу қажет. Енді құрт ауруының, обаның, дифтерияның қозғыштарын тауып емдейтін дәрілер жасаған, ол бізде Кох болады, иә. Ал физиканың ерекше саласы кванттық механика негізін қалаған Макс Планк пен Нильс Бор болады. Дұрыс жауап осылай. Келесі сұрақ. Париж конференциясы мен Вашингтон. Париж конференциясында Версаль келісімшарты қабылданды. Ол бойынша Германия толығымен Африка, Азиядағы отарларынан айырылды. Ал Вашингтонда не істеді? Вашингтонда Қытай аумағындағы барлық ұлттар үшін тең мүмкіндіктер, ашық есіктер саясаты бекітілді, иә. Судет облысын Германияға өткізу міндетті болған ол Мюнхен конференциясы 1938 жыл 29-30 қыркүйек. Германияның Еуропадағы ықпал аймақтарын белгіледі деген қате жауап болады. Осы Германияның ықпал ету аймақтары деген бұл менің ойымша Молотов-Риббентроп пактісі болады, иә, және КСРО-ның да ықпал ету аймақтарын бекіткен. Келесі сұрақ. КСРО мен ақш-ты белгілеген. Кариб дағдарысында не істеді? Куба жерінен зымырандарын әкеткен КСРО болады. Ал Кубаға қарсы әрекет жасамауды әрине ол бізде ақш көздеді. Қалғанын алып тастайық. Куба өз қарамағына алған жоқ. Қазір Трамп айтпақшы, Кубаға қысымды арттырып жатыр. Қазіргі саясатта өзгеріп жатыр. Әрбір сабақта біз оған баға беріп отырмыз. Келесі сұрақ. Жапон ғажайыбы құбылысына себеп болған ел ішіндегі реформалар. Император билігін шектеді, милитаризмнен бас тартты, помещиктік жер иелену жойылды, иә. Бір партиялы социалистік елдер, 5 жылдық жоспар социалистік елдер, КСРО әсіресе шетелдегі көлемді инвестициядан бас тартқан жоқ, керісінше инвестицияны Жапония тартқан еді. Келесі. Эхнатон перғауын билігі кезінде тән дәйектер. Ол кісі діни реформа жүргізді, Ра құдайының жаңағы жоғарылығын бейнеледі. Амон-Ра деген құдай болған, яғни күн құдайы. Эхнатон Атонға ұнаған дейді, немесе оны. Одан кейін амарындық кезең болды. Ахетатон қаласында көрініс берді, иә. Теңіз халықтарымен соғысқан ол екінші Рамзес болады. Бірінші Нехоның кезінде де соғысқан. Азамат соғысы бұл бізде екінші Яхмастың кезінде болады. Соның арқасында ол билікке келді. Одан кейін бірнеше мемлекетке шабуыл жасады, иә. Нубия, Арабия деген аймақтар Кипр аймақтарына шабуыл жасаған. Ал текшелі пирамида бұл Америка халықтарында болады. Ал гиксистарды түпкілікті жеңген ол бірінші Яхмас болады. Дұрыс жауап діни реформа, амарындық кезең болады. Оған тән. Келесі, орта ғасырларда Рим дәуірінен қалған қалалар. Әрине ол Римнің өзі болады. Париж қаласы және Лондон қаласы. Бұл 6-шы сынып орта ғасырлар тарихынан келіп отыр. Стокгольм Швецияның астанасы, Осло Норвегия, Варшава ол Польшаның қаласы болады, иә, астанасы. Келесі сұрақ. Физика саласындағы 19 ғасырдың аса көрнекті жетістігі. Бұл бізде энергияны сақтау және айналу заңы болады. Жалпы түрде құрған Ломоносов, оны тәжірибе жүзінде дәлелдеген неміс ғалымы Майер болады. Медицина, микробиология салалары әрине оған үлкен көмек көрсеткен бұл Луи Пастер микробиологияның негізін қалаушы. Бұл қозғалтқышын ойлап табу ол бізде 1769 жыл Джеймс Уатт болады. Гальваникалық батарея 18 ғасыр вольт болады. Жіберу мәшинелерін жетілдіру 18 ғасырда болған еді. Келесі сұрақ.
жиырмасыншы ғасырдың 70-80 жылдарында ғылыми техникалық революцияның жаңа кезеңінің басты белгісі. Бұл бізде ғылымды өндіріспен ұштастыру, ғылыми жаңалықты өндіріске енгізудің мерзімінің қысқаруы, және де ғылыми жаңалықты ойлап табу деген болады. Қалғандар қатаң бақылау орнату, шек қою, мерзімін шектеу деген нәрсенің барлығы бізде керісінше жазылып отыр. Сонымен бүгінгі біз талдауымызды аяқтаймыз. Яғни мынаның жауабы 5 болады. Жақсы, құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің талдауымыз аяқталды. Қаңтар ұбт-сына уайымдап жүрген жандар болса уайымдамаңыздар. Бізде керемет курс бар. Сол курсқа қатысыңыздар. 140 аламын деген оқушылардың арасында бәсекелі ортада дайындалыңыздар. Сонымен дүниежүзі тарих таңдаған достарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Сонымен сау, саламатта болыңыздар.